Армысыздар құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің арулары. Сіздерді көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасында бақыт пен мереке ынтымақ тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің қыздар ұжымы, сіздерді бүгінгі келіп жеткен халықаралық әйелдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге біріншіден зор денсаулық, мол бақыт, қажымас қайрат тілеймін. Еңбектеріңізді жемісті табыс тілеп, әрдайымда гүлдеріңіз, құшақтарыңыз гүлге толып, көңілдеріңіз көтеріңкі болып, көктемнің күндей жайнап жүре беріңіздер. Бақытты болыңыздар. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің қыздар қауымы, сіздерді мына келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтай отырып, мына бір өлең жолын сіздерге арнаймын. Өмір сізге жылы сөзін арнасын, қайғы мен мұң жүректе орын алмасын, жанарынан күн күлімдеп әрқашан, ай мен жұлдыз кеудеңізге келіп орнасын. Бүгін далам күндегідей бөтен ғой, бүгін ғалам жылылыққа мекен ғой, бар сұлулық неге тынып тұр десем, әйелдердің мерекесі екен ғой. Бүгін жырым төгіліп тұр нөсердей, жазылмаса жанды жауып кетердей, қалам неге ала қашып тұр десем, әйелдердің мерекесі екен ғой. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің ұжымы, сіздерді келіп жеткен халықаралық 8 наурыз мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға табыс, халқыма бейбітшілік, тыныш өмір тілеймін. Қымбатты әйелдер қауымы, 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Бақыт пен жақсылық, байлық пен сәттілік, көктемдегі көңіл күй мен шат күлкі тілеймін. Бар тілектеріңізбен армандарыңыз орындалсын. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің ұстаздары, әйелдер қауымы, сіздерді бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен бүгінгі күнде сіздерге дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, әрқашанда күліп, ойнап, шарқырап жүре беріңіздер. Жібек жолы мектеп-лицейінің жігіттерінің атынан сіздерді шын жүректен құттықтаймыз.